туысқандар қуаныштары қойнына сыймай жүрген той иелері, ауызбіршілігі жарасқан көрші қолаң, бәрі де керемет. Бірақ жаңадан келіп жатқан ауылдың тұрмыс тіршілігінен бейхабар мына маған бұл көрініс таңсық көрінгені рас. Алайда өзімді барынша еркін ұстауға тырыстым. Себебі бұл енді менің де үйім. Телефонымды сөндіріп қойғандықтан ата-анамның нөмерін Мейрамбекке бергенмін. Ол хабарласып тұтқаны туысқандар арасында мен дейтін ағаға берген екен. Сонымен хабаршы ретінде оған хабарласты. Жол алыс болғандықтан алдымен уайымдатпай хабарласайық дегендері болар. Мән-жайды түсіндіріп рет-ретімен айтып жатыр. Алайда анамның ашуы лезде тарай қоймады. Тұтқаны маған беруін өтінді ме, әйтеуір маған қарай келе жатыр. Сені сұрап жатыр деді өңді келген жасы 30-35 жас аралығындағы ер кісі келіп. Тұтқаны алып анамды тыңдай бастадым. Әдеттегідей кедей ол жақта тұра алмайсың деген сөздерін айта бастады. Одан тұтқаны әкем алып, сен жассың, карьера қуып жақсы өмір сүруің керек деп жалғастырды. Соңында мен осында қаламын, райымнан қайтармаңдар, әуре болмаңдаршы. Кешірімшілер шығып кетті. Оларды жақсылап күтіп алыңыздар. Жол ұзақ, ертең барып қалады. Одан соң қуғыншы болып келетін адамдарды жіберіңіздер, ұят болып қалмасын. Беташар бола береді. Мен келісіп тұрмын дедім. Менің бұл сөзіме жанымдағылар аң-таң. Бірақ бір жағы көңілдері жайланып қуанып тұрғандары жүздерінен анық көрініп тұр. Оларға қарап мен де мәзбін. Ертесіне салт бойынша беташар өтті. Барлық жұртқа көрсетіп менің бетімді ашты. Барлығы жақсы, шүкір. Беташар біте сала, білгенімше барлық тірліктерді істеп жүрмін. Енемді жақсы танып алдым. Оның жанында жүріп, көмек қылып жүрмін. Ол да мәз. Беташардан соң үйде сонда да ығы-жығы адам көп болды. Сөйтсем, оның барлығы Мейрамбектің бауырлары екен. Мейрамбек жіліктеп тұрып барлығын шепке тізіп айтып берді. 2 ағасы, 1 әпкесі, 2 інісі, 1 қарындасы бар екен. Енді үйленбеген 1 інісі ғана бар. Қалғандары үйленіп кеткен. Әпкесі мен қарындасы да тұрмысты екен. Ата-анасы және үлкен атасы бар, яғни әкесінің әкесі. Маған бұл туралы негізі айтқан, бірақ менде қайбір мей бар дейсің. Ұмытып қалғам ғой, әйтеуір көпбалалы отбасы екенін білемін. Әне-міне дегенше уақыт өтіп кеткен кешірімшілермен бірге қуғыншылар келді. Кешірімге барғандардың айтуы бойынша ата-анам біраз туыстарымен оларды жақсылап күтіпті. Сөзімді жерге тастамағаны ғой, қатты қуанып қалдым. Сонымен қуғыншыға 3-4 туыстарым келіп, оларды да күтіп шығарып салдық. 30 күн ойын, 40 күн тойын деген осы болса керек, әйтеуір келім-кетім деген көп болды. Келін болып, шай құйып, тамақ, үй, дала барлығын атқардым. Барлығын лезде алып кеттім. Қаланың қызы деп ешкім айтпайды десті жұрт. Оған мен мәзбін. Үйде үлкен қайнатам, абысын және қайнағам бар. Қайным мен күйеуім де бар. Жаз бойы егіншілікпен айналыстық. Қыста көкпар, майда-шүйда. Солай уақыт өтіп жатты. Өзімнің қайнатам мен енем бізден 4-5 үй ары тұрады. Екеуі ғана. Қайным кейде сонда барады, кейде үйде келеді, үй ортада жүреді. Барлығы жақсы дейін десем болмай тұр. Бірақ әрине жақсының жақсылығын айт, абысыным білмегенімді үйретіп, үнемі қолпаштап жүрді. Менің сырласыма айналды. Үлкен қайнатам арақты көп жеді, алайда ешкімге зияны жоқ. Бір аптада бір шиша әкеп берсең болды, сенен жақсы адам жоқ. Мұндағы гап қайнағамда болып тұр. Ол туралы көп естімегенмін. Күндердің күнінде сиыр сауып келіп, шелектен кастрөлге оны сүзіп құйып жатты. Артымнан біреу: «Дұрыстап сөз, әйтпесе арасында қоқым қалып кетеді» деді.
Жақсы дедім, тірлігімді жалғастырдым. Осылай бәрі майда-шүйдадан басталды. Ақыр соңында ол менің киген киіме де тиісе бастады. Кеңдей ласинаки, іштапыл киім алма, орамалыңнан шашың шығып тұрмасын. Тағы да сол сияқты сынды сөздер. Бір күні интернет арқылы көйлекке тапсырыс бердім. Бір аптадай уақыттан кейін поштаға келіпті. Барып алып келдім. Үйге келіп күйеуіме киіп көрсетіп, қандай әдемі көйлек екенін айтып жаттық. Бір уақытта қайнағам «Мейрамбек» деп айқайлап кірді. Мейрамбек енді тұра бергенде қайнағам күйеуімді ұмытып, маған бұрылып, көйлегімді ұстап көрді де: «Не пәле мынау? Материалы нашар ғой. Қайдан алдың? Өткізіп таста. Таңдай алмайсыңдар, өй сендер де бір» деп шығып кетті. Ал мен көзім бақырайып, аузым ашылып, аң-таң күйде не айтарымды білмей қатып қалдым. Жалғасы бар.